ближайший знак. Наоборот, айналып. Айналып кеткен. Хамутынан болсын. Кез келген жерде болады ғой. Табиғи азатқа болады, мал жануарлар жүреді, сүтенеді деген сияқты. Оны күтіп ұстайтын мердігер мекемелер бар. Күнделікті былайша айтқанда қаражат бөлінген қаражатқа сәйкес күтіп ұстайтын мердігер постоянно жүрмейді. Күнделікті жүрмейді. Күнделікті тексеру активі қосылмайды. Мердігер мекеме бізбен ешқандай байланыс жоқ. Оны мердігер мекеме полициямен договорға отырмайды ғой ешқандай. Оның жауапты мекемелері бар өзі. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы маманы келіп отыр міне. Келесі сұрақтарыңыз қоя берсеңіздер болады. Сіздің салаңызға. Ол мен салам емес отырған жоқ, просто ситуацияны түсіндіріп айтып да. Ана бетін жауып тастайтын болсаң, колодец жауып қалады. Бір мекеменің маңшылықтың қолында. Жоқ, айтып отырмын жоқ. Пластмасса салсаң болады. Неше машина ол жерге ямаға түсіп кетеді. Ол колодец біз сала алмаймыз. Біз сала алмаймыз. Оған біздің қатысымыз жоқ. Колодец теміржол су деген мекеме бар. Сол мекемеге қарасты колодецтар. Жақсы енді сәке. Панең газден бастап бер жаққа линия жоқ сізге. Вообще ешкімше айдың 14 күн линия жоқ деген айуақта біздер деген сыздық қой бұны деген. Сізді маған 7-ші айдың мен 14-інде мен Қызылтөбеге ет қалып кеткенмін. Сізді қойдың жатыр ғой енді. Көретін міне қарай шығып көретін. Иесі бар. Былай жолдың иесін күтіп ұстайтын мердігер мекеме бұл. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы болса, оны күтіп ұстайтын теміржол су деген бар. Мен соның бастығымен қазір кірген бірталай. Нұсқамасында берген мына қалпына келтіріңіздер. Бұл мына тас жол одан кейін салынған болғандықтан, оның проектісінде мына тас жолды шығарып, жол салынбас проекті шығарылады ғой. Жобасы тас жол. Сол кезде мыналарды проект өткізген кезде ешкім қарамаған. Ондайға мән беріп, ол бар ма жоқ па, тас жол салынды, үстінен асфальтпен салып өтіп кеткен. Одан кейін мына жерде табиғи апат болады, газ құдықтарында су тасу, мұз қату, сол сияқты. Солар кезде күтіп ұстайтын мердігер мекеме амал жоқтан қай жерден авария болғанын анықтау үшін барлығын ойған. Енді ойғаннан кейін бұны күтіп ұстау оларға кірмейді екен, олардың айтуымен. Алайда уақытша болса да біздер қалпына келтіріп, мына автокөліктерге ешқандай зақым келтірмейтін, мына анықтағанша орнына уақытша келтіріңіздер деп нұсқама бердік. Соған сәйкес дорожный көгестегі құм сонымен реттеп жатыр. Бірақ ол бір жаңбырдан кейін қайтып болады. Ал қазір асфальттайын деген десе қайтып кетеді. Ол ертең күн тағы да авария болады. Бізге түсіндіргені бойынша. Дұрыс айтасыз. Енді оны дейтін қайтып полный жасау үшін толықтай оны акиматтан қаржы бөліну керек. Енді біз оны ұсыныс қойып бірнеше рет айттық. Сөйтесіз енді әзбәсе қадайын сөзі. Сәке, енді анау сіздің мамаңызды салаңыз ғой. Енді мен осыны 7-ші айда айтып кеткенмін. 7-ші айдың 14-і күні мен Қызылтөбеге қалып барған иманы мен сергектің знагы бойынша қазір сол сергектің знагын алып тастаған. Осы алып тастаған. Стандартқа сай емес. Мына жолда айтқан ойбай жасаймыз деген. Одан 7-ші айдан бастап жоқ, жасай алмайды ғой. Мына жаңағы айтып тұрғандай бұл судың колодец болғаннан кейін жасай алмайды ғой. Жолда айтып тұрған жоқ, мен сызықты айтып отырмын. Үйінен айтып отырмын. Сызық деген мына сызық деген білмеймін енді бұл 7-ші айда алдыңызды қараңыз бұл 4-ші 5-ші айларда майда сызылып кетті. Иә, 4-ші 5-ші айларда сызылып бұл сызық деген. Майда.